Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қазақ тілі сабағынан 45-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақ басталмас бұрын мен арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыбымыз хабарлы сөйлем. 30-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Біздің сынып хайуанаттар бағына баруды ұйғарды. Сол үшін сенбі күні сағат 10-да мектептің алдына жиналдық. Осы кезде мұғалім өзінің ұялы телефонына хабарлама келгенін айтып, оны бізге оқып берді. Қалалық сенбілік болуына байланысты бүгін хайуанаттар бағы жұмыс істемейді. Әкімшілік. Біз жоспарымызды кейінге қалдырдық. Тапсырмалар. Мәтіннен хабарламаны тауып көшіріп жаз. Яғни қалалық сенбілік болуына байланысты бүгін хайуанаттар бағы жұмыс істемейді. Әкімшілік дегенді көшіріп жазамыз. Хабарламаның мәтіннен өзгешелігін тауып көр. Яғни ол хабарлап тұр. 34-ші жаттығу. Хабарламаларды оқы. Оларда не туралы хабарланған? Біріншісі. Шолпан, туған күніңмен құттықтаймын. Әсел. Яғни біріншісіне Шолпанды туған күнмен құттықтап тұр, е? Екіншісі. Ертең сағат 12-де әуежайдан күтіп ал. Әуежайдан күтіп алу туралы айтып тұр. Үшіншісі. 20-ші қаңтарда күтіп ал. 2-ші пойыз, 8-ші вагон, Жанат. Яғни Жанат хабарлап тұр, я? Қай пойызбен келетінін, қай вагонмен келетінін. Хабарламадағы сөз санына назар аудар дейді. Яғни бірінші тапсырмада 5 сөз, екіншісінде 6 сөз, үшіншісінде 9 сөз, е? 35-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Онда неше сөйлем бар? Қалай анықтадың? Біздің мектебіміз орталықта. Мектептің сынып бөлмелері кең. Жарық, терезелері үлкен. Менің сыныбым 2-ші қабатта. Біздің сыныптың оқушылары әдепті. Мәтінде сөйлемнің қай түрі берілгенін айтады, яғни хабарлы сөйлем. Әр сөйлемнен кейін тиісті тыныс белгілерін белгісін қойып, мәтінді көшіріп жаз. Көшіріп жаздық. Тыныс белгілерін қойдық. Мәтінге ат қой дейді. Біздің мектеп деп қойдық. Бұл жерде 4 сөйлем бар. 36-ші жаттығу. Берілген сөйлемнің хабарлы сөйлем екенін дәлелде. Біз көлге жақындадық, яғни ақпарат беріп тұр, көлге жақындағаны туралы хабарлап тұр. Тәжірибе жаса. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Әр сөзді айтқан кезде дауыс күшінің жоғарылап не бәсеңдейтінін анықта. Дауыс күші қай сөзді айтқанда бәсеңдеді. Зерттеу барысында хабарлы сөйлемнің соңында дауыс күшінің бәсеңдейтініне көзіңді жеткіздің. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.